Та-та-та-та. Чё там? Қалайсың? Отвали, а. Отвали деп қойдың ғой. Танымадың ба не? А? Ты кто вообще такой? Таныған жоқсың ба? Былай ше? Былай таныған жоқсың ба? Ты что ли? Енді не? Аяз ата деп ойладың ба не? Скамейкте тәпішкі болатқан жерінен бір жігіттен құтқарып болам, е? Сосын целый Алматыны арқама мінгізіп алып, аралайым, кафеге апарып тамақ берем. Сен ответка ретінде сол кафені тонап кетесің, е? Ақылға сияма сол нәрсе? Чё? Какие еще деньги? Какое ограбление? Сен өйтіп өтірік ойнатпай қой, түсіндің ба? Өтірік ойнатпа сен, әртіс емессің сен. Я чё, по-твоему, на воришку похожа? Еще как? Сен сияқтылардың бәрі осылай кино болады да, жігіттер тонап кетеді негізі, мен білем, кинодан көргем оны бар ғой. Дебил, что ли? Мне не нужны чужие деньги. По-твоему, у меня проблемы с деньгами? Онда кім алды ақшаны? Кім алды деп ойлайсың ал? А? Я проснулась. Место мне абсолютно незнакомо. Вот я и ушла. Идиот. Онда кім алуы мүмкін бол ақшаны? Айтшы ал. А? Так. Мен түсінген сияқтымын. Бұл подстава. Какая еще подстава? Менде идея бар. Здравствуйте. Кто есть? Здравствуйте. Я насчет работы. Здравствуйте, пожалуйста. Это кухня. Зал. Газ. Вот нож, пышақ. Нож. Мен, сен. Ақша. Мен қазақша білем. Қысылмай айта беріңіз. Да? Болды, сен жұмысқа қабылдандың. Все, алам сен жұмысқа. Менің тәжірибемді, резюмемді сұрамайсыз ба? Жоқ, қазір дейтін жұмысты үйрену оңай. Вот тіл үйрену қиын ғой. Біз қазақтардың өзі атауы қазақ тілін сөйлемей жүр ғой. Сондықтан сені жұмысқа аламын. Болды, қабылдандың, таңертең зарплата аласың. Атың кім? Любовь. Любовь? Все, добро пожаловать в суши Сая, любовь моя. Мына дерзкий сөз ғой. Кетіп жүр, мен сені таныстырайын, қазір. Так, мына кухня, ана жақта зал, ата жақ, әже жақ деп кете береді ғой. Салқын жақ деген бар, еще кетіп жүр. Брат, көрдің ғой, Міне, ақша ұрлаған қызы ұстап алдым. Менттер шақырып қойдым. Мына қызбен до конца ұрамыз. Інім, қой тастақ жүрсін, ұят болар, қыз бала ғой мұ? Өйдеп айтатын жоқ. Қыз бала ма, ұл бала ма, маған бәрібір. Ұрлық ес, ұрлық па конкретно, ұрлық до конца кетем. Қой деме, ініме, ондай көп ақша емес ұрланған. Не дейсің, керемес? Не ғой, Іште камера бар ғой, камераны көрсетеміз, доказательство бар, до конца. Сот тұтамыз. Оны көрсеткенде, в общем, былай ғой, інім. Басында білген мына нәрсенің бар ғой, подстава екен. Ойбай, нағып Алматыда бір тегін көмектесіп қалды деп, ойбай, жатып шығыңдар, мен сендерден ақша сұрамаймын, анау мынау деп, соңында осындай бірдеңе болатын сездім, мынаның емес па? Інім, ренжімеш. Просто мен сенің осы жұмыста қалғанымды қалап, осылай істедім. Соны нормально айтуға болмай ма не? Білеміз ғой, нормально айтқандардың көбісі кетіп қалды ғой, тыңдамай. Конечно, кетеді осындай отношениеден кейін. Мен де қалғым келіп тұрған жоқ мына жерде. Мен де кетем. Жүресің бе мен?
мынаған бәрібір сияқты ғой. Інім, тұратшы сөйлесейік. Жатам досым, қалайсың? Танымадық қой. Ренжіп болдым ба не, Ақболаттың ғой мен? Сен анау емессің ба, е? Алматыға келгенде хабарлас. Аяғыңды жерге тигізбей күтіп алам ғой. Ау деп келген кезде телефон көтермей қалатын. Бля, брат, дым, уақыт жоқ, ренжіме. Алматы үлкен қала, анда-мында. Ондай болса айтпайсың ба? Басқа біреуге звондап күтіп ал деп айтатын енді. Тасташы, братан. Қалай сөйледің, жақсың ба? Бір дұрыс па? Өзің көріп тұрғандай? Өзің қалайсың? Көріп тұрғандай? Сыртынан көріп тұрмын, кәдімгі жаман көтеріліп кеткенсің ғой. Дерсің машина мініп алған. Енді осымен ауылға барып қайтпадың ба, мақан-пақанға көрсетіп, соларды бір қуантып деген сияқты. Брат, дым уақыт жоқ. Шын айтам. По телефону болмаса, лучше қазір ақша табатын кезең ғой. Жаспыз. Ауылға ақша жіберіп тұрсам болды емес пе? Ол да дұрыс шығар. Бірақ внимание деген не бар ғой. Че там? Не тірліктен істеп жатсың? Сол доставщикпін қазір. Иче қашан байын деп жатсың? Бұйырған күні байымыз ғой. Қашан бұйырады екен ол? Енді мен жағдайым осындай, өзіңдікі қалай болып жатыр? Сауда ғой? Табиғат, химикат. Мен бірақ сен сияқты жүрмеймін, тамақтасып. Мен ойлап тұрған темамен айналысып жатырын демейші осы? Брат, ойланбашы. Керек па кел. Қызық емес па баса бер. Жолмен жүре бер. Мен қинамайым сені. Сен мені қинай алмайсың да ғой негізі. Менің сенің қасында жүруіме де вообще желание болып тұрған жоқ бар ғой. Қызық та емес ол нәрсе. Аман бол тек. Сол айтам. Байып кетіп жатсаң хабарлас. Қалтаңда ақшам бар ма? Болмыш, бля. I had a dream. I got everything I wanted. Now what you think? And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the... брат, қойшы. Не болды? Не болды дейді? Қарашы, бәрі қарап алғанда сериалда не подписать етпеген, не лайк баспаған, рахат қарайды, жатады болдысы. Сен бәлен күн еңбектеніп түсіресің оны, күн-түні ұйықтамай. Олар рахат қарайды, дейді шығып кетеді, лайк басып қайта подписать ету керек қой. Тіркелер енді? Қойшы, өткізіп тіркелмей қойсын. Тіркелмесе айт келесі серия шықпайды. Рахат кешке қарай үйлене келеді да, жатады. Сымел көрпенің астында жып-жыл жерде үстін тырс-тырс тырнап қарап дейді да. Дым подписать дейді. Тіркелер енді? Қойшы, болды. Құрметті достар, көрдіңіз ғой, маған бәрібір просто. Ана жігіт қатты ренжіп жатыр. Келесі сериал вообще шығармай депті, вообще ойнамай жатыр ана. Сондықтан да құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қиын емес, бірақ кнопка. Nobody even noticed I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream.
I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. Hey,